Айбындана шапқаннан ажал да сескенет деген қазақтың нақыл сөзі бар. Бұл сөзді Бауыржан Момышұлы атамыз қалдырып кеткен. Ал енді осының мағынасын ашып талқылап көрейік. Бізде қазақта тағы да бір сөз бар: көз қорқақ, қол батыр деген. Біз көзімізбен қарап, ой, бұны қашан бітемін деп жатуымыз мүмкін, бірақ қолмен жасаған уақытта бір пәсте демде оны жасап тастауымызға болады. Адамның жасағанын адам жасайды деп жатамыз. Айбындана шапқаннан ажал да сасады дегеніміз, сіз қаншалықты өзіңізге сенімді боласыз, сіз қаншалықты істі сенімді бастайсыз, болмаса тіпті есікті қаншалықты сіз сенімді ашқаныңызға байланысты, есіктің мына бетіндегі шешілмей тұрған сіздің бір кикілжіңіңіз бір пәсте шешіліп кетуі мүмкін, сіздің бір ғана сенімділігіңіздің арқасында. Ал егер сіз әр жүрген қадамыңызда елден рұқсат сұрап, мысалға тоқылдатамыз есікті, сәлеметсіз ба, кіруге болады ма деп сұраймыз, көбінде біз. Ал сенімді адам қалай айтады? Есікті тоқылдатып, сәлеметсіз ба, менің сізге сұрағым бар еді, кіруге рұқсат болса кірейін деген секілді нақты сіздің алдыңызға қойған мақсатыңызбен жұмыс жасау үшін сіздің сенімділігіңіз маңызды. Себебі сенімділік болмаған жерде сіздің тіпті есікті ашқаныңыздың өзі сенімсіз болған уақытта жап есікті деп ұрсып тастауы мүмкін сізге. Болмаса кіріңіз, сөйлесейік деуі мүмкін. Ал ол үшін есікті тоқылдатқанның өзі сенімді болу керек. Кіргеніңіздің өзі сенімді болу керек. Сіздің мәселені шешкен уақытта сенімділік шешіп кетеді ең бастысында. Сенімсіз болған жерде білмеймін, көрейін деген секілді ары-бері теңселулер көп болады. Тағы бір осы жерде айта кететін жайт, мен сізге қазір екі түрлі адамның тіпті қабылдауын көрсете кетейін. Сұрақтың өзі қалай көрінеді? Кешіріңіз, менде сұрағым бар еді. Екіншісі, сенімді түрде айтылғаны, менің сұрағым бар. Екеуі екі түрлі. Сіз әр жүрген жеріңізде кешірім сұрай беріп, әр кірген жеріңізде кешірім сұрай беретін болсаңыз, сізді ешкім тыңдамайды. Ең әуелі сізде өзіңізде сенімділік, сөзіңіздің, сұрағыңыздың өзінде сенімділік болған уақытта ғана сізді ел сыйлайды, сізді ел тыңдайды. Сондықтан да ең әуелі кірген уақыттың өзінде сұрағыңыздың өзі сенімді болу керек. Сұрағыңыздың өзінің бір жүйесі болу керек. Көбінде біз сұрауға барған кезде білмеймін, әйтеуір бірдеңе деп сұрай салармын деп жатамыз. Бірақ сіз сол сұраққа егер нақты жауап алғыңыз келсе, сұрағыңыздың өзін нақты жүйелендіріп барыңыз. Екінші мәселе былай болуы мүмкін: мен қателесуім мүмкін, білмеймін, мен өзіме бұл жерде сенімді болып тұрмын ба, шынымды айтсам білмей тұрмын. Дәл осы жауаптың сенімді түрі. Менің тәжірибеме сүйенсем қауіп бар. Болды. Ешқандай басқа артық жауаптың қажеті жоқ. Білмеймін, менің ойымша болатын шығар. Дәл осының сенімді жауабы. Менің ойымша осы дұрыс. Енді мен білмеймін, шынын айтқанда. Дәл осының сенімді жауабы. Сіздің де нұсқаңызды қарастырып көрейік. Сонда сіздің тіпті жауабыңыз, тіпті сұрағыңыздың өзі сенімді болған уақытта сіздің өзіңіз де сенімді боласыз. Көбінде біз түсінбей жатамыз. Неге осы бір кикілжіңнің бір шешімі табылмай қойды, түйіні шешілмей қойды деп жатамыз. Ол жерде сенімсіздік болғаннан кейін түйін солай шешілмей ұзақ жылдар бойы қала береді. Сондықтан да өзіңізге сенімді болған уақытта кез келген түйіннің шешімі шешіліп кететіндей жағдайдамыз. Тек оған тіл байлығымыз, екіншіден сенімділігіміз болса болғаны жеткілікті. Сіздермен бірге мен Жанар Қажымғали. Парақша пайдалы болса достарыңызбен бөлісіп тіркеле отырыңыздар.